Ассалаумағалейкум ардақты ағай. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бағдарлама тізгінінде Талшын Нұрлан қызы және Естай Амантайұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы қазақтың бас ақыны. Ендеше бағдарлама қонағымен таныс болыңыздар. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің профессоры, ғалым, абайтанушы Қартаева Айжан Маратбек қызы. Айжан апай, қош келдіңіз. Рахмет. Сізге қояр алғашқы сұрағымыз, абайтану ғылымы бүгінгі таңда қарқынды дамып келе ме, әлде бір қалыпты күй кешуде ме? Абайтану ғылымы бүгінгі күні 130 жылдан артық тарихы бар. Сонау алғаш өлеңдері жарияланған 1889 жылдан бастасақ, күні бүгінге дейін 130 жылдан артық тарихы бар. Үлкен қазақ әдебиеттану ғылымының тереңге тамырын жайған бәйтерекке айналған бір саласы. Бұл абайтану ғылымы бүгін күнге дейін ол еш тоқтаусыз дамып келе жатыр, әлі де дами береді. Ал негізінен алып қарасақ, бұл абайтану ғылымы қазір өте тереңге дамып кетті. Себебі бұрын біз абайтану ғылымын кеңестік жүйеде, кеңес заманда дамса, одан кейін біз тәуелсіздік алғаннан кейін мүлде жаңаша, жаңа қарқынмен басқаша түрде дамыды. Ал сол тәуелсіздік алғаннан кейінгі уақыттың өзінде қазір енді одан қаншама уақыт өтті. Яғни біз биыл абайдың 175 жылдығын атап өтіп жатырмыз. Бұл кезеңде қалай дамыды десек, абайтану ғылымы мүлдем тереңге қарай дамып бара жатыр. Өйткені олай болатын себебі бұл ғасыр, уақыт өткен сайын абайтану да уақыт көшімен қарай, жаңаға қарай бағыттап, жылжып дами береді. Шортанбай дулатпенен бұқар жырау, өлеңі бірі жамау, бірі құрау. Әттең дүнияй сөз таныр кісі болса, кемшілігі әр жерде кернеп тұрау. Хакім осы өлеңінде өзінің рухани ұстазына неліктен қарсы келген? Осы сұрақ әлі күнге дейін шешімін негізі тапты деп айтуға болады, бірақ та осы сұрақты әлсін уақыт өткен сайын қоя береді. Енді бүгінгі жас ұрпақ, міне сіздер де осы сұрақты қойып отырсыздар. Бұл талай рет айтылған, талай рет талқыланған сұрақ. Әр жерде бұл өз жаңаланып беріле береді. Негізі бұл өлең Абайдың жасы 40-тан асып ақындықпен толысқан кезеңі, 1888 жыл жазылған біреудің кісісі өлсе қаралы ол деген өлеңі. Бұл өлеңі өлеңсүйер қауымға өлең мәселесін, ақындық мәселесін қозғайтын өлең. Бұл өлеңнің осы бір шумағына тірелетте барлығы осы шумаққа жабысып алып, Абай Шортанбай мен Бұқар Дулатқа қарсы болды деген бір сондай сөздерді шығара береді. Негізінде Шортанбайдың да, Дулаттың да, Бұқардың да мерейтойлар кезінде осыған соңғы нүкте қойылу керек болатын. Абай өзінің үйренген ұстаздары, Дулат өзінің ұстазы, оның өлеңін оқыған, жаттап өскен, Шортанбайдың да шығармаларымен таныс болған, Бұқардың да шығармаларымен таныс болған Абай оларды өзі пір тұтып ұстаз санаған. Кейіннен ол өзі Абай шығыс әдебиетін оқыды, одан кейін батыс әдебиетін оқыды, оның дүние танымы кеңіп, ары қарай ол ақындықтың кемеліне келгеннен кейін бұлардың шығармаларына жаңағы сын көзбен қараған шығар деп айтады. Осы жаңағы өсиетнама мен бала зар жинақтары шығарған шығарушылардың жаңа өлеңдерін бірінің орнына тармақтарын бірінің орнына бірін ауыстырып жібергендігінен осылай болған деп Абай керісінше Бұқар жырау мен Шортанбай Дулаттардың өлеңін бірі жамау, бірі құрау қып соны шығарып жіберген деп сол өлеңді жинақты шығарушыларға мін тағады, сын тағады. Ал бұны керісінше зерттеушілер немесе оны түсіндірушілер Абай Бұқар жырау мен Дулат Шортанбайға қарсы шықты, оның өлеңдерін бірі жамау, бірі құрау болды деп сынады деп айтылады. Енді бұл ғалым, абайтанушы ғалым Тұрсын Жұртбай ағамыздың бұл пікіріне мен қосылам.
жаңағы жинақтарға байланысты бұл шыққан сияқты. Және де көбінде де Абайдың өлеңдерінің жаңа текстологиясына да мән берсек, басында кейбір өлеңдер жинағында бір жамау бірі құрауың, керісінше бәрі жамау бірі құрау болып та шығып кеткен жақтары бар. Сондықтан да бұны біз кейінгі ұрпақ, жас ұрпақ оны дұрыс түсіне білуіміз керек. Ол өзінің ұстаздарына Абай қарсы шықпаған, керісінше оларды оқып, үйреніп, өзінің ұстаз санаған. Рахмет, Айжан апай. Енді келесі сұрақ: Абай Құнанбайұлы алғашқы өлеңдер жинағын неліктен Көкбай Жанатайұлының атынан шығарды? Көкбай Жанатайұлы Абайдың өзінің ақындық мұрасындағы, ақындық мектебіндегі ең сүйікті шәкірттерінің бірі. Мұхтар Әуезовтің өзінің сөзінде айтады, Абайдың шәкірттерін атайды: Кәкітай Ысқақұлы, Көкбай Жанатайұлы, Ақылбай Абайұлы деп, Шәкәрім Құдайбердіұлы деп, осы 4 ақынды атайды. Соның ішінде Көкбайдың аты бар. Көкбай Жанатайұлы әрі ақын, әрі импровизатор, әрі әнші, сондай дарынды шәкірттерінің бірі болған. Көкбаймен Абайдың достығы басталады. Ол Көкбайдың өзінің естелігінде айтылады. Абаймен дос болады, содан 25 жылдай мен дос болдым дейді. Әрі сыйлас, әрі ақын шәкірті болады. Өйткені Абай қасында жүріп, оны көп тәрбиелейді. Абайдың атақты жаз өлеңі де, алғашқы өлеңдерінің бәрі сол көбі Көкбайдың атынан жарияланып жүреді. Соның ішінде жаңағы жаз өлеңін 1889 жылы Дала уалаяты газетінде Көкбайдың атынан жарияланады. Сонда өлеңнің астында мынадай сөз бар: Абай ауылының Бақанас деген жерден Көкбейіт деген жерге көшіп барып жатқандағы тұры Абай Құнанбайұлынан үйреніп жаздым деп, солай Көкбайдың атынан беріледі. Жаз жайлауға көшіп жатқан кезде Абай Көкбайға тапсырма береді: сен осы оқиғаны, осы жаздың суретін сипаттап жазшы деп. Содан Көкбай жазады, бірақ Абайдың көңілінен шықпайтын болу керек. Сосын Абай өз алып, қолына қалам алып, жаңағы жаз өлеңін жазады. Содан кейін сол жерде оқып береді. Сонда Көкбайдың естелігінде айтады: мен Абайдың бірінші рет көрдім осындай өзінің өлеңіне азда болсын қанағат тұтқанын дейді. Ұлы ақын өлеңдері Абайдың көзі тірісінде халық арасында жатталып, кеңінен таралып, ауыз әдебиетінің жауһарына айналып үлгерді. Жалпы Абай Құнанбаев шығармаларының тұңғыш жинағы жайында айтып өтсеңіз. Абайдың негізгі мына артындағы мұрасы бұл үш түрлі жолмен таралған. Біріншісі осы әнші ақындардың айтуымен, ол жаңа жан жаққа маңайында жүрген әнші ақындардың айтуымен таралған. Ол жаңағы таралу жолы, ауыздан ауызға таралған. Екінші жолы бұл көшіріп таралу арқылы. Абайдың ауылында Мүрсейіт молда деген атақты сол Мүрсейіт молда болған. Сол кісі Абайдың өлеңдерін жазып, көшіріп жазады екен. Сөйтіп, ол кісінің, сол Мүрсейіт молданың жазу арқылы бізге тараған болатын осы. Одан кейін үшінші жолы бұл баспа арқылы тарады. Абайдың өлеңдерін өзінің немеренісі Кәкітай Ысқақұлы, шәкірті және ұлы Тұрағұл Абайұлы өлеңдерін жинап бастырып, Әлихан Бөкейхан, Алаш көшбасшысы, Алаштың зиялысы Әлихан Бөкейхановқа береді. Содан Әлихан Бөкейханов 1909 жылы Санкт-Петербург қаласында Бараганский баспаханасында Абайдың тұңғыш өлеңдер жинағы жарияланып шығады. Бұл өлеңдер жинағының кіріспесін, алғы сөзін Кәкітай Ысқақұлы өзі құрастырып жазады. Ол кіріспесінің алғы сөзінде Абайдың өмірі мен шығармашылығы беріледі. Және Абайдың мына мұрасына талдау жасалады. Абайдың өлеңдерін жаңа ел жайы, ой жайы, білім жайы деп осылай біраз топтастырып, сол Абайдың өлеңдеріне түсінік беріледі. Бірақ бұл өлеңдер жинағында көп өлеңдері қамтылмаған.
көбі қалып қойған. Ал бірақ енді былай ойлағанда бұл тұңғыш өлеңдер жинағы болғандықтан бұл алғашқы ақынның бар өлең өздері жинағандықтан бұл енді сондай құнды еңбек болып саналады. Айжан Маратбекқызы, Абайдың ақындық мұрасы қазақ халқына ғана емес, жалпы әлемге шуақ шашалатын дүние десек артық айтқандық емес. Бірақ сондай бай әрі көркем әдебиетіміз әлемдік әдебиет аренасында неге ойып тұрып орын алмаған? Абайдың мұрасы бұл Абай әлемді шарлады. Абай есімі әлемді шарлады. Абайдың есімін бүкіл әлемге танытқан Мұхтар Әуезов өзінің Абай жолы роман эпопеясы арқылы танытты. Абайдың өлеңдері 42 тілге аударылған. Абай жолы роман эпопеясы 117 тілге аударылған енді бүгінге дейін. Ал қазір енді мына биылғы 175 жылдықтың кезеңде президенттің өз тапсырмасы бойынша Абайдың шығармалары әлі бірнеше тілге аударылу керек. Ал Абайдың әлемге танылуының жаңағы үлкен негізгі бастамалары бұл Абайдың 150 жылдық кезінде ол өте ерекше қарқынмен танылды. Өйткені осы Абайдың 150 жылдық кезеңден бастап Абайға арналған басқа шет мемлекеттердің көбінде ескерткіштер орнатылды Абайға арнатылған. Және Абай орталықтары ашылып жатты. Ал енді мына биылғы 175 жылдықтың кезеңінде Абайдың мұрасы одан да жаңағы ауқымы кеңіп, шарлап, ары қарай да таныла береді деген ойдамыз. Былтырғы жылы 2019 жылы 7 ақпанда біздің Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры профессор Мұхтар Әділбекұлының төлегеннің бастамасымен Польшаның Свечи қаласындағы лингвистикалық техникалық университеті базасында Абай жастардың білім беру орталығын біз ашқан болатынбыз. Бұндағы мақсат Абайды Польша мемлекетіне таныту, тек қана Польша емес, сол жерге келетін басқа да шетелдің туристеріне, азаматтарына Абайды таныту, қазақ халқының ұлттық құндылықтарын таныту. Сол мақсатта біздің университетіміз қазіргі күнде жұмыстар атқарып жатыр. Басқа да жерлерде Абайдың шығармалары танылып жатыр. Ал Абайдың мұрасын бүкіл әлемге таныту, оны жаңағы басқа елдердің тілдеріне аудару, ол жылдан жылға дамып келе жатқан нәрсе. Ары қарай да Абай әлемді шарлайды. Абайдың есімі, Абайдың шығармалары бүкіл әлем әдебиетінің төрінен орын алады деген мен үлкен сондай ойдамын. Айжан Маратбекқызы, білуімше сіз абайтанушы ғалымсыз. Сізді осы жолға бағытталған, түрткі болған адам кім? Мен осы Абай мен Әуезов шығармашылығына негізгі түрткі болған ол менің ұстазым, Айгүл ұстаз, Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева. Ол кісі мен мектепте оқып жүрген кезде осы әдебиет әлеміне қарай бүкіл арманымды бұрып, ұстазға деген құрметтен, ұстазға деген сүйіспеншіліктен мен әдебиет мамандығына, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын таңдап, сол мектепте оқып жүрген кезде мені жалғыз мен емес, ол кісінің барлық шәкірттері Абай мен Әуезовті ол кісі санасына құйып сіңіреді, әдебиеттің бүкіл алыптарын оқытады. Сол мектеп қабырғасында біз бүкіл әдебиет әлеміне бойлап шығамыз. Сол 7-ші сыныптан бастап, Қанипа Омарғалиқызы маған сабақ бергеннен бастап, мен сол Абай мен Әуезовтің шығармаларын тереңдеп оқуға өзім мән бере бастадым. Кейін осы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетіне оқуға түскен кезде де осы Абай тақырыбына көп дендеп барып
екінші курста оқып жүрген кезде Абай атындағы стипендияның иегері болдым. Және университетті бітірген кезде магистратураға түскен кезде сол магистратурада тақырыпты Қанипа Омарғалиқызы Бітібаеваның нұсқауымен белгілі абайтанушы, ғалым, қазіргі абайтанудың абызы Мекемтас Мырзахметұлынан осы Абай мен әуезов әлеміндегі рухани сабақтастық деген тақырыпты ол кісі маған берген еді. Сол Мекемтас Мырзахметұлының ғылыми жетекшілігімен мен кандидаттық диссертация қорғадым. Абай мен әуезов үндестігі бойынша кейіннен докторлық диссертация қорғадым. Ол кісі бірден кандидаттық диссертация берген кезде бұл өте үлкен тақырып, бұл ары қарай да зерттеуді қажет етеді. Кейін бұл тақырыпты сен докторлыққа алып кетесің деп айтып еді. Сол ұстазымның жаңағы маған қойған мақсаты, алдыма маған қойған талабы бойынша мен енді оның бәрі оңай нәрсе емес. Ол үлкен жаңағы бір жағында Алып мұхит Абай, бір жағында Алып мұхит Мұхтар Әуезов сияқты тақырыптарды алып, оны зерттеу деген ол оңай нәрсе емес. Оны қаншама қиыншылықты көріп, қаншама жаңа ауыртпашылықты көріп жүріп зерттейсің. Ол оқу білім инемен құдық қазғандай ғой. Сондықтан да сол жетекшімнің қойған талабынан шығып, шамам келгенше осы Абай мен әуезов тақырыбына бойлауға тырыстым, сөйтіп қорғадым. Кейіннен де ол осы Абай мен әуезов тақырыбын, бұл таусылмайтын тақырып, зерттеп жүрмін. Өйткені бұл түпсіз терең. Мұхтар Әуезовтің өзі айтады ғой, Абай үлкен мұхит дейді. Мен оның бетін қалқып, түпсіз терең мұхит, соның бетін шөмішпен ғана қалқып алдым деп айтады. Сол сияқты бұл тақырыптың түпсіз тереңдері өте көп. Мен соның жаңа бір шетінде ғана жүрмін деп ойлаймын. Рахмет Айжан апай. Мына жалпы Абай шығармашылығы, болмаса Абай тану ғылымы жоғарғы оқу орындарында, мектептерде қалай оқытылып жатыр? Жалпы сіздің осы шәкірт баптап жүрген жайыңыз бар ма? Өте орынды сұрақ. Бұл енді мен өзім университетте ұстаз болып қызмет етіп жатқандықтан, бұл міндетті түрде біз осы абайтану ғылымын шәкірттердің бойына сіңіруді енді мақсат етіп жүрген адамдардың біріміз. Осы 2012 жылдан бастап абайтану пәні барлық мектептерге енгізілді. Ал университеттерде абайтану пәні кейбір университеттерде ғана оқытылады міндетті пән ретінде. Ал енді филология факультеттерінде ол міндетті пән ретінде оқытылу керек. Ол енді әр университеттің өзінің несіне байланысты, қалай оқытып жатыр. Ал мектептерге келетін болсақ, мысалы мектептерде 9-шы, 10-шы, 11-ші сыныптарда абайтану пәні жүргізіледі. Аптасына бір рет, аптасына 1 сағаттық көлемде. Бұл қалай оқытылып жатыр, қандай деңгейде, о жағы беймәлім. Бізге көп мұғалімдермен де кездесеміз, көптеген семинарларда да кездесеміз. Сонда мектеп мұғалімдері сұрақтар қойып, қаншама адамдар маған келіп кеңестерін алып жатады. Біз осы абайтануды қалай оқытсақ болады, бұның әлі оқу құралы жоқ, бұның оқулығы жоқ дегендей. Сондай мақсатта биылғы жылы біз осы Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы Шығыс орталығының бастамасымен 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, осы 5-ші сыныптан 8-ші сыныпқа дейінгі абайтану пәнінің бағдарламасын жасадық, мұғалім кітабын жасадық, және оны осы қаңтар айынан бастап біздің Шығыс Қазақстан облысының мектептеріне вариативті пән ретінде 5-ші сыныптан бастап енгізілді. Бұл жаңағы мен сол оқу бағдарламаларының жетекшісімін, мұғалім кітабының да жетекшісімін. Сонда біз Абайдың бүкіл толық шығармаларының, Абайдың мұрасын жаңағы мектепте оқытудың қазіргі жаңартылған білім мазмұны негізінде оқытудың технологиясын, бүкіл әдістемесін
теориясын бәрін ұсынамыз. Ал мұғалім кітабында абайтанудың мұғалімдерге арналған әдістемелік құралын жасап құрастырып шығардық. Міне таяуда ғана Алматы қаласындағы Абай атындағы мамандандырылған республикалық гимназия интернаты бар. Ол кісілер де менімен хабарласты. Оларда сол 5-ші сыныптан 8-ші сыныпқа дейінгі, 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі бүкіл жаңағы абайтанудың оқу бағдарламасын жасағалы отыр. Ол жерде де мен енді жетекшісімін, сол авторлардың бірімін. Сол оқу бағдарламасын жасаймыз, одан кейін барып оқу құралын жазамыз. Міне сол жұмысты қазір атқарып жатырмыз. Ал жоғары оқу орнына келетін болсақ, жоғары оқу орнына арналған менің оқу құралым шыққан. Ол осы 2015 жылы 2017 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің үлкен ғылыми кеңесінің бірлестігінде ұсынылып, қазір жоғары оқу орындарының барлық университеттерінде, кітапханаларда бұл оқу құралдары тұр. Енді көп оқытушылар, магистранттар, студенттер сол кітапты пайдаланып оқып жатқанын өз көзіммен көрдім. Енді негізгі менің алдыда тұрған мақсатым осы мектеп және жоғары оқу орындағы абайтануды кешенді, сондай жүйелі түрде соның оқулығын, оқу құралын жазсам деген сондай арманым бар. Рахмет. Айжан ханым, Абай атамыздың өлеңдерінен бір үзінді келтіре отырып, мынау жұртқа, біз сияқты жас буынға айтар ақыл-ой, ниет тілектеріңіз болса. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма, өткір тіл, бір ұялшақ қыз болмай ма, махаббат, ғадауатпен майдандасқан, қайран менің жүрегім мұз болмай ма. Жүрегімнің түбіні терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла, соқтық балы соқпақсыз, жерде өстім, мұңмен жалғыз алыстым, кінә қойма, деп Абай сонау 19 ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген. Соқтық балы соқпақсыз заманда өмір кешкен, өзін жұмбақпын деп айтқан ақын 21 ғасырдағы біз жастарға, кейін ұрпаққа жұмбақ па? Осы сұрақты мен барлық жастарға қойғым келеді. Жақсы. Айжан Маратбекқызы, алтындай уақытыңызды бөліп, ортамызға келіп, ғылыми жаңалықтарыңызбен, ғылыми жаңаша мәліметтермен бөліскеніңізге мың алғыс тілейміз. Абайтану ғылымы және абай шығармашылығы қазақтың төл өнерін, төл әдебиетін биікке жетелейтініне кәміл сенеміз. Туған халқын сүйіп, оны қасіреттен құтқаруды, бодандыққа қарсы Абай халқын оятып, береке бірлікке шақырды. Туған халқы да Абайын сүйіп, оны қатты құрметтеді. Өмірлік мағынасы зор өлеңдерін жатқа айтып, тұмардай сақтады. Шынында да, әр сөзі теңіздің тереңіне тартқандай. Мың батпан ойдан туған, кісіге берер шабыты мен шапағаты мол Абай әр қазақтың бағдаршамы іспеттес. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.